Hi everyone, how are you? Магистратураға дайындықтарыңыз қалай болып жатыр? Бүгін сіздермен аудирование, яғни екінші текстті талдайтын боламыз. Яғни бірінші текст бойынша бірінші 8-ші сұраққа дейінгі сұрақтарды талдап, тыңдалымды тыңдаған болатынбыз. Бұл екінші мәтін. Бұл мәтінде де бірінші сіздермен өткенде айтқан менің жаңағы тыңдалыммен жұмыс жасау стратегиямды айтқан болатынмын. Ең бірінші сұрақтарға көңіл бөлу. Бұл өте маңызды, себебі уақыт шектеулі болғандықтан ең бірінші сұрақтарға назар аудару керек. Сұрақтарды оқып түсініп, яғни тексттен не тыңдау керек, нені естуіміз керек, қандай информацияны тыңдауымыз керек, соны біліп алуымыз қажет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетсеңіз болады. Бұнда тек тыңдалымды ғана емес, лексика грамматикалық тестті талдаған болатынбыз, және де оқылымды да талдаған болатынмын. Соны қарап шықсаңыздар болады. Алдағы уақытта да қажетті видеолар салып тұрамын. Жақсы, олай болса, мәтінге көшейік. Бірінші сұрақтарын талдаймыз. Бұл біздің 9-шы сұрағымыз. Mark wanted to talk to waitress, waiter, actor, actress. Яғни Марк сөйлескісі келді. Кіммен? Waitress, және официантка, waiter, официант, actor, актер, actress, актриса. Яғни Марк кіммен сөйлескісі келді? Біз тексттен соны тыңдап үлгеруіміз қажет. Talk to деген, яғни сөйлесті деген жерді, одан кейінгі сөзді ловить етуіміз керек. Mark said that looks good. Яғни жалпы мәтін және тыңдайтын тыңдалымыз Марк туралы болатын уже түсінікті бізге. Ол айтты дейді, нені жақсы көрінетінін. Seafood және тегіз тағамы, salt food тұзды тағам, soup food супты тағам, және food жай тағам. Қайсы жақсы көрінетіндігін айтты дейді. Мысалы, теңіз тағамы жақсы көрінеді. Мүмкін олар меню таңдап тұрған шығар, сондықтан жаңағы waitress немесе waiterны айтуы мүмкін не? Себебі тамақ туралы айтылып жатыр. Сондықтан олар мүмкін ресторанда. Яғни бұл жерде Scarlett деген адам бар екен белгілі болды. Eat this fruit, яғни осы тағамды жейді. Ate this food, осы тағамды жеген. Can eat this food, осы тағамды жей алады. Can't eat this food, осы тағамды жей алмайды. Соны тыңдауымыз қажет. It was a disastrous morning, яғни катастрофический утро дейді ғой. Сондай қолайсыз таң болды, яғни сәтсіз, disappointed, разочарованный, яғни көңіл қаларлық бір нәрсе болды. Good, жақсы, dangerous, қауіпті. Mark asked to bring pizza for Scarlett. Және Марк Скарлеттке пицца әкелуін сұрады. Кімнен? Waiter, официанттан, waitress, официанткадан, actor, актердан, actress, актрисадан. Қайсы екен табамын. Is allergic. Біреу аллергия, яғни waiter, официант, Scarlett, Ali, Mark. Осылардың ішінде біреу бір нәрсеге аллергиясы бар деген сөз. Менің ойымша Scarlett деп болжап отырмын. Себебі және бір тағамды жей алмайды, жей алады деген сұрақ болды да, сосын ойлап отырмын. Осы сұрақтармен танысып алған бір жақсы сол, сіз уже мәтін не туралы примерно біліп отырасыз да, сосын тыңдау сізге жеңілірек болады. Scarlett, pizza. Won't like, ұнатпайды, didn't like, ұнатпаған, dislike, ұнатпайды, like, ұнатады. Яғни пицца мен Скарлеттің, яғни Скарлетт пиццаны не істейді? Жақсы көре ме, жақсы көрмей ме, осыны табуымыз қажет. Mark ordered for Scarlett, яғни Марк
Скарлетке неге заказ берді? Саппа ужин, ланч ужин яғни кешкі ас, ланч түскі ас, фуд деген тамақ, сифуд теңіз тағамы. Қайсына заказ бергенін тыңдауымыз қажет. Қазір мәтінді тыңдайтын боламыз. Мұқият тыңдаңыздар. So, Scarlett, what would you like? Nothing. Aren't you hungry? Sure, but this food's really horrible. This is one of the finest restaurants in Paris. I can't eat this stuff. I never touch meat. Seafood looks good. Hey, fish have feelings too. What about the mushroom risotto? Mushrooms? No way! Didn't they tell you about my allergies? I'm allergic to mushrooms, strawberries, nuts. Shall we go someplace else? Whatever. I'm going to the restroom. Well, that was a disastrous morning. The boat trip made her feel sick, and she wouldn't go up the Eiffel Tower. I can't stand heights. It's a pity we didn't just take her shopping. She's so spoiled. Oh, come on. She's just a kid, really. So, what are we going to do about lunch? Shall we leave now? No, hang on. I have an idea. Let me talk to the waiter. What's this? It's your lunch, Scarlett. But I didn't order anything. Hey, pizza margarita. Cool. Тыңдағанымыздай дұрыс жауабы B болды, яғни waiter официантты шақырды. Mark said that seafood looks good, яғни теңіз тағамы жақсы көрініп тұр деп айтқан болатын. A жауабы дұрыс. Scarlett can't eat this food, яғни бұл тамақты жей алмаймын деп айтты, ол D жауабы дұрыс. Егер сіз тыңдап үлгермесеңіз, жауабын естімей қалсаңыз, қайтадан тыңдасаңыз болады, видеоны алдыға жылжытып. It was disastrous morning, яғни это было катастрофическим утром деп айтты. Бұл өте жаман таң болды деп айтқан болатын. Бұны нақты айтты, естіген боларсыз. Mark asked waiter to bring pizza for Scarlett. Яғни A жауабы дұрыс. Официанттан сұраған, Скарлетке пицца алып келуді. Дұрыс жауап A. Scarlett is allergic. Яғни Скарлеттің аллергиясы бар адам, яғни ол Скарлетт болды. Mushrooms деп айтты. Mushrooms деген жаңағы саңырауқұлаққа аллергиясы бар. Scarlett liked pizza. Яғни Скарлетке пицца ұнайды. Өте ол жаңағы пицца, маргарита пиццасын алып келген кезде ол өте қуанып, it's cool, яғни круто деп айтқан болатын. Сондықтан liked деген нұсқасы дұрыс. Mark ordered lunch for Scarlett. Яғни Марк Скарлетке ланч, түскі асқа заказ берді. Ланч деп нақты айтылды. Егер тыңдай алмай қалған жерлеріңіз болса, қайта тыңдап алуларыңызға әбден болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Тесттен өтулеріңізге тілеймін. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Goodbye everyone. See you next time.